қырыққа дейін әйел адам үйде отырады. Қырыққа дейін баламен отырады, тағы басқа стресспін деп жатады әйел адамдар. Бала туып жатады, оның артынан келесі бала, оның артынан келесі бала. Біз еркектер сол кезде әйел адамдар көбіне ер азаматтар байқайсыздар ма? 40-қа дейін басқашамыз бар ғой. Кетіп батамыз, әйелі шығарып салып тұрады үйден кәдімгі. Қашан келесің деп. Келем ғой, жұмыс бітсін деп. Важный болып қаламыз ғой кәдімгі. Телефонды алып, қайта звондай бермеші, келем жұмыс біткесін деп. Әйелдер кәдімгі осындай түрмен қалып қояды үйде. Сосын кешке қарай есікке қарап жәутеңдеп қарап отырады. Бірдеңе істеп жатқанда есік сықыр ете түссе, балдарына папаң келді ме деп. Жоқ десе, деп кәдімгі настроение түсіп кетіп, ана күйеу қашан келеді екен деп армандап отырады. 40-тан кейін наоборот уже әйел адамдардың шығатын уақыты басталады. Шынымен ғой, 40-тан кейін әйел адамдардың, бала өсті, үлкен бала уже балаға қарайтындай возрастқа келіп қалды. Біз еркектер обычно айтамыз ғой, 40-тан кейін ақыл қосылды ғой уже. Көп шықпаймыз деп. Мен түсінсем олай емес екен. Просто 40-тан кейін еркектің баратын жері болмай қалды екен. Әйел адам 40-тан кейін өзіне қарай бастайды. Көйлектерін жылтыратып киіп, уже еркектерін, күйеулерін уже отомстить ете бастайды. Неше түрлі киініп, шаштарын істеп, жылтырап, еркектер уже қызғана бастайды күйеулер. Не жылтырап қайда барасың сонша деп кәдімгі. Әйел адам 50-ден асқаннан кейін әйел адамда баратын жер вообще қойып кетеді. Біз еркектер вообще үйде отырамыз.